Саламатсыздар ма оқушылар, ата-аналар. Бүгін сіздерге ұқсас қосылғыштарды біріктіру есептерін түсіндіретін боламын. Егер сіздерге алдағы уақытта басқа есептердің де жауаптары қажет болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызға болады. Алдағы уақытта барлық есептердің жауабымен сіздермен бөлісетін боламын. Бізде берілген бірінші есеп. Жақшаның алдында міне бізде коэффициент 4 деген сан. Осы 4-ті жақшаның ішіндегі әрбір санға жеке-жеке көбейтіп аламын. Мысалы, бірінші 4-ті 7-ге көбейтем. 28 азайту, жақшаның ішін азайту тұр. 4-ті 5х-қа көбейтем. 20х минус жақшаны ашамын. Яғни жақшадан алып тастаймын 12. Енді қараңыз, жақшаның ішінде минус, бірақ алдында тағы минус тұр. Яғни жақшаның алдында минус таңба болса, онда жақшаның ішінде таңба өзгереді, плюс болады. Сонда 12 плюс 20х болады, тең болады. Енді қараңыздар, минус 20х плюс 20х, яғни екеуінің таңбалары қарама қарсы болса, бұл сандардың жауабы бірге тең болады. Яғни жойып жібереміз, жойылып кетеді бұл сандар. Сонда бізде х айнымалылар болмайды. Сонда бізде қалды 28, келесі сан 12, оның алдында таңбасымен бірге жазамын. Минус 12, сонда 28-ден 12-ні азайтамын, бізде 16-ға тең болады екен. Келесі жақшаны ашамыз. 2-ні 3х-қа көбейтемін. 6х минус 2-ні y-ге көбейтем. 2y минус 5х, жаңа айттым, таңба жақшаның алдында минус болса, ол жақшаның ішінде таңба өзгереді деп, плюс 2y. Тағы да минус 2y плюс 2y жойылады, яғни мәні бірге тең. 6х азайтылған 5х бізде тең болады 1х-қа. Тең болады. Келесі 6х қосылған 6-ны 2y-ға көбейтемін, 12y минус 3-ті 2х-қа көбейтем, 6х, және 6 минус мына өзгереді. 3-ті тағы y-ға көбейтіп алам, минус 3y-ге тең болады. Міне 6х минус 6х нәтижесі минусқа бірге тең, сондықтан жойылып кетеді. Сонда қалды бізде 12y азайтылған 3y. 12y-ді 3y-ді азайтамын, 9y-ге тең болады екен. Келесі 5-ті 4х-қа көбейтем, 20х плюс 5-ті y-ге көбейтем, 5y минус 2-ні х-қа көбейтемін, 2х, алды минус жақшаның іші өзгереді, плюс 2y тең болады. Енді қараңыздар, 20х минус 2х, яғни 20-дан 2х айзатам, 18х, 5y плюс 2y плюс 7y тең. Жауабы сонда мынау болады міне бізде.